О Аллай, неге бұлай қинап тастадың мені, айтшы маған, деп қос алақанын аспанға қарата жайып, көз жасы қайта-қайта жайнамазына тамып, біршама дымқыл тартыпты жайнамазы. Ішіндегі әттең деген арман араласқан өкініш мұның жанын тырналаған және үстіне тырналай берді. Асылдың осылай жылап, тағдырынан алып, дәл сондай шүкірін айтып жүргеніне міне 7 жылдан асыпты. Өзі жасы кештетіп тұрмысқа шыққан, оқуын оқуды, жұмысын жасады. Тиісінше әке-шешесіне қолғабыс етті, бауырларына қарасты. Өзінен кейінгі үйілмелі-түсүйілмелі бауырларын аяқтандырды. Олардың қалың малын, жасауын жасайтынын, жасауына қарасып, қарабайыр күн кешіп отырған әке-шешесіне біраз жыртығын жамаған еді бұл қыз. Өзін ұмытып, осылар өссін, осылар жесін, кейсін, осылар көрсін деп келеді. Солай жүргенде асыл да бір күні тұрмыс құрар шаққа да қадам басыпқан болатын. Жолының ауыр болғаны ма, сол шақтарда әкесі мәңгілікке аттанып кете барды. Қара қайғыға жамылған кезде тұрмысқа шығуды ойлауға мұршасы да болмады. Бала кезден тұңғышымын деп бар жауапкершілікті өзіне алған асыл, әкесінің жылы өткен соң қолын сұрап қайта келген күйеу жігітінің ұсынысын кері қайтарған болатын. Жүрегімен жақсы көріп тұрса да, махаббаттың отына күйсе де, ұсынысына жоқ деп жауап берді. Мен тұрмысқа шықсам, өзге үйдің күйін күйттеп кетемін ғой. Анашым мен бауырларыма кім қарасады? Бұлардың күйі не болады? Аяққа тұрып кетейік, тұрмысқа шығу қашпас деп бел байламға келген. Азаматы болса, жылға жуық үйленбей, мұны торуылдап күтіп жүрді. Бір ауылда, бір көшенің бойында тұрады. Екеуінің сезім оты сол бала кезден тұтанған. Бала махаббаттары үлкен махаббатқа ұласып, сезімдері де күшейген. Тағдырдың тәлкегінен болар, қос қашықтың жолы екіге бөлінді. Ләйлі мен Мәжнүн, еңлік пен кебектің кебін киген. Азамат үйіне қарасамыз, алыс емес қой, келіп тұрасың күнде деп, тығырықтан шығудың сан жолын ұсынса да көнбеді асыл. Бәрібір ене деген бір түсінсе, бір түсінбейді. Тұрмыс құрған соң біреудің жолына, қолына жәудеңдеп қаласың. Ал маған қазір ондай қажет емес деген оймен бәрінен бас кешкен. Азамат жылға жуық мұны күтті, райынан қайтар деп. Соңында төсек тартып жатқан шеше, уақыты жақындағанын сезді ме, үйлен деп қыстап, немере сүйіп, иіскеп кеткісі келетінін айтып, арманда кетпейін деп, үйлен деп қолқа салған. Әпкелерінің тауып берген қызына үйленген. Көшеде кетіп бара жатып, кейде сырттарынан көре қалса, қу жүрек көпке дейін сыздап есін шығарғандай еді ғой. Жақсы көре тұрып, бас тарту қандай қиын. Бұл қасіретті сүйгенімен қосыла алмағандар жақсы түсінеді. Азаматтың бақытты болғанын іштей тілеп қалады. Осындай қиындық көріп өскен қыз, жазмыстың жазуымен күндер өте, бауыр еті баласының азабымен тартамын деп ойлады ма екен. Қош, сонымен не керек? Азамат жайлы ойлауға да шамасы келмей қалды асылдың. Жалғыз анасының денсаулығы жақсы емес болатын. Әкесі бар кезде де анасы ауыр жұмыстар жасамайтын еді ғой. Оған себеп белі қатты ауыратын. Бір жағына қарай ауып, шойшырайып қалушы еді. Сосын емес пе, асылдың бар жауапкершілікті өзіне алып жүргені. Қыздың анасына жанашыр келетіні рас қой. Нұржамал да ойсыз келіншек емес. Әттең, қолым қысқа, өкінішпен өткен түндері болмаса, ол да қарап отырмайтын. Тігінге епті келіншек. Жолдасы барда жасаймын десе де, оған жолдасы көнбейтін. Саған не жетпейді, одан да балаларыңа қара деуші еді. Шынымен де солай еді-ау. Марқұм Бекжан еңбекқор жан болатын. Жұмыс дегеннен қашпайтын да еді. Шаршап тұрса да еңбектенетін жан болатын. Отбасын ештеңеден татты арықтырмады. Аяқ асты аттанып кеткен соң ғой, отбасының қиналыңқырап қалғаны. Асыл әкесі қайтқан шақта оқуын тәмамдап, жұмысқа орналасуға әрекет жасап жүрген. Қалада жұмыс жасаймын деген оның қалауы болмай қалды. Әкесі кеткен соң
анасы мен бауырларының жанында болғаным жақсы деп ауылға келген. Шыны керек, ауылда жұмысқа орналасу қиынның қиыны. Балалар дәрігерінің оқуын оқыған еді асыл. Ауылдық, аудандық ауруханаларға барып, табан тоздырып жүргеніне 2 айдан астам уақыт өтті. Алланың қарасқаны ма, өз ауылында тұратын балалар дәрігері аяқ астынан көшетін болыпты басқа жерге. Табан тоздырып барып жүргені бас дәрігердің есінде. Ешқандай парасыз-ақ асылды жұмысқа алды. Әйтпегенде, белгілі ғой, жұмысқа басын тоғу үшін әжептәуір қалта томпиып тұру керек. Біздің елімізде білімге қарамай осы параға арқа сүйеп алатындар жетерлік жұмысқа. Қарыздан тарығып, басы қатып отырған еді бұл уақытта Асыл мен анасы Нұржамал. Бауырларымен бірге далада кешкі шайларын ішіп отырған. Асыл анасына: «Мама, болды, енді мамандығым бойынша жұмыс іздемеймін. Алмайды бәрібір. Одан да ертеңнен бастап ауданға барып жұмыс іздеймін. Тойханаға ыдыс жуушы болсам да жасаймын. Бір мемлекеттен келетін жәрдемақы қайда жетеді?» деп отырған. Үйде қуаттағышта қосылып тұрған телефонын кішкентай 3,5 жасар інісі алып келіп берді. Жанында 7-шіге өткен өзінен кейінгі сіңлісі бар. Дамылсыз қоңыраулатқан бейтаныс нөмерге жауап берген Асыл сөйлесіп біткен соң бар даусымен шыңғырып жіберді. Қуанышында шек жоқ. Жұмысқа алатынын, тіпті бірден қойғанын айтып, анасынан сүйінші сұрай қуана айтып отырды. Жалғыз Асыл емес, бауырларына дейін мәз, тосыннан келген тосынсайға.